Егер сізге осындай қызықты әрі әсерлі оқиғалар ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Бұл оқиға қарапайым ғана отбасынан басталды. Алматының шетінде шағын ғана ескі үйде Әлихан мен оның әйелі Меруерт өмір сүретін. Олардың 2 баласы бар еді. Өмірлері ауыр болса да, бір-біріне деген сенімі мықты болатын. Әлихан қарапайым жұмысшы еді. Күн сайын таңнан кешке дейін ауыр жұмыс істеп, аз ғана табыс әкелетін. Ал Меруерт үйде балаларын қарап, бар жағдайды реттеп отыратын. Олар байлықты армандайтын, бірақ ешқашан бір-біріне шағым айтпайтын. Бір күні бәрі өзгерді. Әлихан жұмыс істейтін құрылыс компаниясында күтпеген үлкен жоба басталды. Бір ірі бизнесмен қала сыртынан үлкен зауыт салмақ болды. Сол жобада жұмыс істегендерге үлкен ақша уәде етілді. Әлихан алғашында бұған сенген жоқ. Бірақ бір ай өтпей жатып, ол жаңа бригаданың бас көмекшісі болып тағайындалды. Ақша бұрынғыдан бірнеше есе көп еді. Сол күннен бастап олардың өмірі өзгерді. Алғашқы айда Әлихан үйге қуанып келді. Меруерт, енді бәрі өзгереді, бізде адам сияқты өмір сүреміз деді. Меруерт те қуанды. Балаларына жаңа киім, үйге жаңа заттар ала бастады. Көршілер де оларды басқаша қарай бастады. Бірақ байлықпен бірге бір нәрсе келді, өзгеріс. Әлихан бұрынғыдай үйге ерте келмейтін болды. Жиі жиналыс, жиі жұмыс көбейді. Телефонын құпия ұстайтын болды. Меруерт алғашында мән бермеді. Бірақ бір күні ол күйеуінің телефонында бейтаныс әйелдің хабарламасын көріп қалды. Сенсіз өмір қызық емес, бүгін қайта көрсеміз бе? Меруерттің жүрегі мұздап кетті. Ол сол түні ештеңе демеді. Бірақ ішінде күдік оты жанды. Келесі күндері Әлихан мүлде өзгеріп кетті. Үйде ұрыс көбейді. Балалар да әкесінің суықтығын сезе бастады. Ал ең сорақысы, ақша көбейген сайын үйдегі тыныштық жоғала бастады. Бір күні Меруерт жасырын түрде күйеуін бақылауға шешім қабылдайды. Сол күн оның өмірін түбегейлі өзгертетін күн еді. Меруерт сол күннен кейін тыныш ұйықтай алмады. Көзін жұмса да, ойынан әлгі хабарлама кетпеді. Сенсіз өмір қызық емес деген сөз жүрегін тіліп өтті. Бірнеше күн ол ештеңе білдіртпегендей жүрді. Бірақ ішінде бір шешім қабылданды, шындықты білу. Сол кеште Әлихан жұмысқа жиналысқа барамын деп үйден шықты. Бұл оның жиі айтатын сылтауы еді. Меруерт біраз күтті. Сосын үнсіз ғана сырт киімін киіп күйеуінің артынан шықты. Қала кешкі жарыққа батып жатқан. Көліктер ағылып, адамдар өз өмірімен әлек. Ал Меруерттің ішінде тек бір ғана ой, шындық қандай болса да бүгін білейін. Әлихан таксиге отырып, қаланың орталығына емес, керісінше шеткері жаққа бет алды. Меруерт те артынан ерді. Көп ұзамай көлік бір тыныш ауданға тоқтады. Жаңа салынған, әлі де жарқырап тұрған көп қабатты үйдің алды. Әлихан ішке кірді. Меруерт жүрегі қатты соғып, біраз тұрды. Сосын терең дем алып, өзі де кірді. Лифтпен жоғары көтерілгенде қолы дірілдеп тұрды. Қай қабат екенін көріп үлгерді, 7 қабат. Дәліз тыныш. Бір ғана есік алдында тоқтап тұрды. Есік жартылай ашық еді. Меруерт ішке қарады. Сол сәтте оның әлемі құлап түсті. Әлихан сол жерде тұрды. Ал қарсы алдында жас шамасы өзінен кіші әйел күліп тұрды. Үстел үстінде шарап, әдемі кешкі ас, шамдар жағулы. Бұл жай ғана кездесу емес еді. Бұл ұзақ уақыттан бері жалғасып келген екінші өмір болатын. Меруерт есікті итеріп кіргенде, екеуі де сілейіп қалды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Меруерттің дауысы дірілдеп шықты. Бұл не болып жатқан өмір, Әлихан? Әлихан алғашында сөз таба алмады. Көзі тайқып кетті. Бірақ кейін бәрі сыртқа шықты. Мен саған айта алмай жүр едім. Сол сәтте үй ішіндегі тыныштық бұзылды. Әлгі әйел де үндемей тұрды, бірақ оның көзінде қорқыныш жоқ, керісінше сенімділік бар еді. Меруерт бәрін түсінді. Бұл тек кездесу емес, бұл екі өмірдің бір-біріне соғылуы еді. Қанша уақыт? Деді Меруерт сыбырлап. Әлихан төмен қарап. 1 жылдан аса. Сол сөз найзағайдай тиді. Меруерттің қолы дірілдеп кетті. Көзінен жас бірден ақты. Бірақ ол айқайлаған жоқ.
Тек бір-ақ сөйлем айтты. Біз бәрін бірге бастаған едік, сен бәрін өзіңмен бірге өшірдің. Сосын бұрылып, сыртқа шығып кетті. Лифтке кірген сәтте ол қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Демі жетпей тұрғандай болды. Ал артта қалған байлыққа толы өмір бір сәтте күлге айналды. Үйге кіргенде балалар ұйықтап жатқан. Тыныштық тым ауыр еді. Бұрын осы тыныштық жылы сезілетін, ал қазір ол бос кеңістік сияқты көрінді. Меруерт ас үйге барып отырды. Қолдары дірілдеп, стакан ұстай алмады. Көзінен жас тоқтамай ақты. Бірақ ол дауыс шығармады, балаларын оятқысы келмеді. Сол түні Әлихан үйге келмеді. Ертеңінде ғана ол есік алдына келді. Беті шаршаған, көзі ұйқысыз. Бірақ бұрынғыдай қатал бай адам сияқты емес, адасқан адам сияқты көрінді. Есік ашылғанда Меруерт үнсіз қарап тұрды. Әлихан: біз сөйлесуіміз керек. Меруерт күліп жіберді, бірақ ол күлкіде қуаныш жоқ еді. Енді не туралы сөйлесеміз, Әлихан? Қанша уақыт өтірікпен өмір сүргенің туралы ма? Үй ішіне ауыр тыныштық орнады. Балалар бөлмеден шықты. Әкесін көріп жүгіріп келді. Бірақ Әлихан оларды құшақтай алмады. Қолдары көтерілмей қалды. Сол сәтте Меруерт шешімін айтты. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Балаларды да осы өтіріктің ішінде өсірмеймін. Әлихан бір қадам алға шықты. Мен бәрін тоқтатамын, мен кетемін. Ол әйелден, бірақ Меруерт басын шайқады. Мәселе ол әйелде емес. Мәселе сенің өзіңде. Сен бізді таңдаған жоқсың. Бұл сөздер Әлиханға ауыр тиді. Ол үнсіз қалды. Сол күні ол үйден кеткен жоқ. Бірақ бұрынғыдай да емес еді. Үй ішінде жүрген адам сияқты болды, бірақ отбасына жат адам сияқты. Күндер өтті, байлық жалғаса берді, ақша тоқтамады. Бірақ үй ішіндегі жылу жоғалды. Балалар да өзгерісті сезді. Әкесі бар, бірақ жоқ сияқты. Анасы күліп жүр, бірақ көзінде мұң. Бір күні күтпеген жағдай болды. Әлихан жұмыс орнында үлкен тексеріске ілінді. Сол байлық әкелген жоба заңсыз қаржыландырумен байланысты болып шықты. Бір сәтте бәрі құлай бастады. Ақша тоқтады. Жоба жабылды. Әлихан тергеуге шақырылды. Ол үйге келгенде бұрынғыдай сенімді емес еді. Есіктен кіргенде тек бір нәрсе айтты. Біз бәрін жоғалтуымыз мүмкін. Меруерт үнсіз ғана қарады. Сосын баяу жауап берді. Біз оны бұрыннан жоғалттық, тек сен байқаған жоқсың. Сол түні үйде ешкім ұйықтамады. Ал сыртта қала бұрынғыдай жарқырап тұрды, бірақ бұл үй үшін жарықтың соңы басталып еді. Жоба жабылғаннан кейін Әлиханның өмірі бір-ақ күнде өзгерді. Бұрын телефон үзілмей қоңырау шалатын адамдар кенет жоғалды. Ал достар деп жүргендері хабарсыз кетті. Бірақ ең сорақысы артында қалған қарыздар еді. Алғашында ол бәрі уақытша деп ойлады. 1-2 аптада реттеледі деп өзін алдады. Бірақ күн өткен сайын жағдай ауырлай берді. Бір күні таңертең есік алдында белгісіз адамдар пайда болды. Суық жүзді, көп сөйлейтін емес. Тек бір сөйлем айтты. Қарызды қайтару керек. Сол сәтте Әлихан алғаш рет қорқынышты сезінді. Үй ішіндегі тыныштық бұзылды. Балалар есік алдындағы бейтаныс адамдарды көріп шошып кетті. Меруерт оларды ішке кіргізбей, есікті жапты. Іште ауыр әңгіме басталды. Әлихан дауысы бәсең. Мен қателестім, бірақ мен оны шешемін. Меруерт оған қарамай тұрды. Сен қателескен жоқсың, Әлихан. Сен бізді тәуекелге салдың. Сол күннен бастап қарыз қысымы күшейді. Телефонға қоңыраулар, хабарламалар тоқтамады. Кейде түн ортасында да қоңырау соғатын. Әлихан жұмыс іздеуге тырысты, бірақ оның аты енді сенімсіз адамдар тізімінде еді. Ешкім оны жұмысқа алғысы келмеді. Бірнеше апта ішінде үйдегі заттар біртіндеп азая бастады. Алдымен бағалы техника, кейін жиһаз, кейін көлікте сатылды. Байлықтың орнына бос қабырғалар қалды. Балалар бұрынғыдай күліп ойнамайтын болды. Үй ішіндегі ауа ауырлап кетті. Бір кеште Меруерт жалғыз отырды. Қолында ескі фотосурет, бұрынғы бақытты күндер. Әлихан келіп отырды. Мен бәрін түзетемін. Меруерт баяу басын көтерді.
Сен түзете алмайсың. Біз тек аман қалуға тырысып жүрміз. Сол сәтте Әлихан алғаш рет үнсіз қалды. Себебі ол да шындықты түсінді, бұл тек қаржы емес, бұл жоғалған өмір еді. Бірақ ең ауыр соққы әлі алда болатын. Келесі күні қарыз берген адамдар соңғы талап қойды. Олар сабырсыздана бастады. Әлиханның үстінен іс қозғалу қаупі күшейді. Ал меруерт ішінен бір шешімге келе бастады. Бұл отбасы бұлай өмір сүре алмайды. Қарыз қысымы күшейген сайын жағдай бақылаудан шыға бастады. Әлихан енді тек ақша жоғалтқан адам емес еді, ол заң алдында жауап беру мүмкін адамға айналды. Бір күні таңертең үйге ресми хат келді. Конверт сыртындағы мөрді көрген сәтте ақ меруерттің жүрегі ауырлап кетті. Әлихан хатты ашып оқыды. Бет әлпеті бірден өзгерді. Бұл сотқа шақырту үй ішіне ауыр үнсіздік түсті. Балалар бұл сөздің мағынасын түсінбесе де, ата-анасының жүзінен бір жамандықты сезді. Әлиханның үстінен тергеу басталған еді. Сол бұрынғы үлкен жоба заңсыз қаржы айналымына байланысы бар болып шықты. Құжаттарға қол қойғандардың бірі ретінде Әлихан да жауапқа тартылатындардың қатарында еді. Кешке қарай үйге тағы адамдар келді, бұл жолы ресми тұлғалар. Барлығы суық, ресми, эмоциясы сөйлейді. Тергеу барысында сіздің қатысыңыз анықталды. Сот процесі басталады. Әлихан үндемей қалды. Ол алғаш рет өз өмірінің толық күйреп жатқанын сезінді. Адамдар кеткен соң үйде тек тыныштық қалды. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдай емес еді, бұл үкім алдындағы тыныштық сияқты. Меруерт ас үйде отырды. Ұзақ үнсіздіктен кейін ғана сөйледі. Мен сені тоқтатуға тырыстым, бірақ сен байлықты таңдадың. Әлихан басын көтерді. Мен сендер үшін істедім, бәрі жақсы болсын деп ойладым. Меруерт жыламады. Бұл жолы оның көзі құрғақ еді. Жақсы өмір өтіріктен тұрмайды. Сол сәтте есік алдынан тағы бір хат келді, бұл жолы қарыз берушілерден. Онда қысқа ғана жазылған: соңғы мерзім. Болмаса салдары ауыр болады. Әлихан орнынан тұра алмай қалды. Ол енді екі жақтың ортасында қалды. Заңның және қарыздың. Бір түнде ол мүлде өзгерді. Бұрынғы сенімді, арман қуған адам емес, шаршаған, қорыққан, жол таппаған адам. Меруерт оның қасына келді. Біз не істейміз? Деді ол ақырын. Ұзақ үнсіздіктен кейін Меруерт алғаш рет өте ауыр шешім айтты. Мен балаларымды бұл өмірден алып кетемін, сен өз жолыңды таңда. Әлихан селк ете қалды. Сен кетесің бе? Меруерт басын изеді. Мен оларды жоғалтпаймын. Сол түні үйдегі жарықтар сөнбеді, бірақ ешкім ұйықтамады. Ал сыртта қала өмірі бұрынғыдай жалғасып жатты, бірақ бұл отбасы үшін бәрі аяқталуға жақын. Сот күні қала сұрланып кеткендей болды. Аспанда ауыр, ауада тар сияқты. Әлихан сот ғимаратының алдына келгенде бұрынғыдай сенімді жүрмеді, әр қадамы ауыр, әр демі қысқа. Ішке кірген сәтте бәрі суық көрінді. Қабырғалар, адамдардың жүздері, тіпті орындықтардың өзі де бөтен сияқты. Меруерт пен балалар залға кірген жоқ. Ол сыртта қалды. Бұл оның таңдауы еді, балаларды бұл көріністен қорғау. Сот басталды. Айыптаулар бірінен соң бірі оқылды. Заңсыз қаржы айналымы, құжаттарға қол қою, жауапсыз шешімдер. Әлихан әр сөзді тыңдаған сайын өткен өмірі көз алдынан өтіп жатты. Бай боламыз, жаңа өмір, бәрі жақсы болады деген сөздер енді бос жаңғырық сияқты естілді. Адвокат оның кінәсін азайтуға тырысты. Бірақ дәлелдер тым көп еді. Сот залында тыныштық орнады. Тек судьяның дауысы ғана естілді. Сот үкім етеді. Сол сәтте Әлиханның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Үкім ауыр шықты. Түрме жазасы, үлкен айыппұл, мүлікті толық тәркілеу сөздер айтылған сайын, оның ішіндегі бір нәрсе біртіндеп сөнді. Ол байлықты іздеді, бірақ соңында бәрін жоғалтты. Сот аяқталған соң оны алып кетуге дайындалды. Сол кезде ғана ол артына қарады. Әйнектің ар жағында Меруерт тұрды. Олар көзбен ғана кездесті. Меруерт жыламады. Тек қарап тұрды. Сол көзқараста өкініш те бар еді, махаббаттың қалдығы да бар еді, бірақ ең бастысы шешім бар еді. Біз енді бірге емеспіз деген үнсіз түсінік.
Әлиханды алып кетіп бара жатқанда ол соңғы рет сөйледі. Меруерт бірақ жауап болмады. Ол кеткен сәтте ғана Меруерт теріс бұрылды. Сол күннен кейін Әлихан үшін өмір екіге бөлінді. Бұрынғы өмір, байлық, қателік, иллюзия және енді басталатын өмір, жалғыздық, жауапкершілік, өкініш, ал сыртта, қалада күн әлі де жарқырап тұрды, бірақ оның ішкі әлемі үшін бәрі әлдеқашан қараңғыланған. Әлихан темір қақпа жабылған сәтте ғана шын мәнінде жаңа өмірге емес, керісінше бұрынғы өмірінен толық айырылғанын түсінді. Түрме қабырғалары биік емес еді, бірақ ішіндегі тыныс әлдеқайда тар болатын. Алғашқы күндер ең ауыр өтті. Ол өзін әлі де қате түсінік бар, бәрі анықталады деп сендіргісі келді. Бірақ күндер өткен сайын бұл үміт те сөне бастады. Бұрынғы бай өмірден ештеңе қалмаған. Телефон жоқ, еркіндік жоқ, атақта, ақшада бәрі сыртта қалған. Бір камерада бірнеше адам болды. Әрқайсының өз тарихы бар. Алғашында Әлихан олармен сөйлеспеді. Өзін бөлек жоғары санайтын әдеті әлі де бар еді. Бірақ уақыт өте келе ол үнсіздікке үйренді. Бір күні кешке камерадағы егде кісі оған жай ғана сұрақ қойды. Сен не үшін отырсың? Әлихан ұзақ үнсіз қалды. Сосын алғаш рет шынайы жауап берді. Мен бай боламын деп бәрін жоғалттым. Сол сөзді айтқанда ол ішіндегі ауыр жүктің аздап жеңілдегенін сезді. Бірақ кеш еді. Күндер бір-біріне ұқсап өте берді. Әлихан біртіндеп өзгерді. Енді ол айқайламайтын, кінәламайтын, тек ойланатын болды. Ол ең көп ойлайтыны Меруерт пен балалары еді. Олар қалай өмір сүріп жатыр? Мені кешірді ме екен? Бірақ жауап жоқ еді. Бірнеше ай өткен соң ол түрме кітапханасына жұмысқа шықты. Алғашында еріксіз, кейін өзі оқи бастады. Кітаптар оның ішкі әлемін өзгертті. Ол алғаш рет байлықсыз да адам болуға болатынын түсіне бастады. Бірақ кеш еді, өткенді өзгерту мүмкін емес. Бір күні оған хат келді. Бұл Меруерттен емес еді. Балалардан да емес. Жай ғана қысқа хабар. Біз жаңа өмір бастадық. Өтінеміз, бізді іздеме. Әлихан хатты ұзақ ұстап отырды. Қолдары дірілдеді. Бірақ ол жыламады. Сол сәтте ол бәрін түсінді. Ол байлықты іздеп жүріп, ең құнды нәрсені жоғалтқан еді, отбасының сенімімен бірге болу мүмкіндігін. Түрме терезесінен сыртқа қарады. Аспан дәл бұрынғыдай көк еді. Бірақ оның ішкі әлемі енді мүлде басқа болатын. Ол енді байлықты емес, уақытты қайтарғысы келді, бірақ уақыт ешқашан қайтпайды.